Облыс орталығында 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні қарсаңында мектепке дейінгі балаларда әлеуметтік мәдени толеранттықты тәрбиелеу деген тақырыппен семинар өткізілді. Аталмыш семинарды Снежинка бөбекжай бақшасы ұйымдастырды. Кездесуге балалар, ата-аналар, қаладағы балабақша педагогтары қатысты. В современном обществе остро стоит вопрос толерантности. Қазіргі заманда толеранттылық мәселесі өзекті болып тұр. Өзге ұлт өкілдерінің дәстүрін, тілін сыйлайтын, үш тілді меңгерген азамат тәрбиелеу біздің міндетіміз. Сондықтан бүгінгі семинарды осы тақырыппен өткізіп отырмыз. Семинар барысында балабақша педагогтары тәжірибе алмасты, түрлі тренингтер өткізіліп, балалар өз өнерлерін көрсетті. Ата-аналармен келген педагогтардың қатысуымен танымдық ойындар жүргізілді. Деген немерем өзі жақсы тәрбие алып жатыр деп үміттеміз. Бұл балабақшаның жақсылығы өзі тәрбиешілердің де жақсы тәрбие беріп жатыр. Енді бүгінгі іс-шара өте жақсы өтіп жатыр. Капитал шоу полюші дейді ғой. Соған енді өзім ән күй мұғалім болғандықтан музыкалық сыйлығымды жасап, енді биыл семинар қатысушыларын балалардың үш тілде емін-еркін сөйлеуі, тәрбиешілердің жұмысты ұйымдастыруы қызықтырды. Алена Астраханцева жас маман. Нұрбөбек балабақшасында небәрі 1 жыл жұмыс істейді. Аталмыш семинардың әсіресе жас мамандар үшін маңыздылығына тоқталды. Бүгінгі семинардан өзіме көптеген ақпарат алдым. Снежинка бөбекжай бақшасының тәрбиешілерінің жұмыстарымен таныстым. Алдағы уақытта өз жұмысымда осында білгендерімді қолданатын боламын. Семинар соңында белсенді қатысушыларға дипломдар табысталды. Мектепке дейінгі тәрбие педагогтары 4 сағат бойы өткізілген іс-шараны қорытындылап, өз ұсыныстары мен тілектерін білдірді.